Сәлеметсіздер ме? Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Маған тіркеліп кетіңіздер. Бүгін ерекше үй жағдайындағы өрілген тіске басар ерекше дәмді таяқша жасаймыз. Ол үшін бізге 250 мг жылы сүт, бір жұмыртқа, жарты пиала қант, 180 грамм маргариннің жартысын қостым, примерно 70-80 граммдай. Одан бізге бір ас қасық тұз, бір ас қасық дрожж керек. Рет-ретімен қосып шығамыз видеодағыдай. Енді мен мына жерде 180 грамм маргариннің жартысын қолдандым. Оны жақсылап теркіден өткізіп, жаңағы сүтімізге қосамыз. Осылай қасықтың көмегімен кішкене біркелкі етіп алдым. Одан тұз бен дрожжымызды қостым, бір ас қасық. Бұл жерде маған шамамен 700 миллиграмм ұн қостым, електен өткізілген. Осылай қолдың көмегімен біркелкі етіп қамыр жайып алдым, иледім. Өте сары, жаңағы дәмді, жұмсақ, ерекше қамыр болды. Осы қамыр булочкаға да қолдансаңыздар болады. Осы өрілген нан таяқшаларын сіз кез келген дастарханға қойсаңыз болады. Қонаққа корзинка, наннан жасалған корзинка етіп салсаңыздар да өте керемет болады. Нанның несіне ассорти қылып нанмен бірге қойсаңыздар да болады. Осылай қолдың көмегімен жақсылап илеп алдым. Енді пищевой пленкамен бетін жауып 15 минутқа тындырып қойдым. 15 минут жақсылап тынып тұрады қамырыңыз. Енді 15 минут өткен соң пищевой пленкада алып, жаңағы қамырымды 20 бөлікке бөліп алдым. Кішілеу көлемде. Көз мөлшермен бөлсеңіздер де болады, немесе таразы қолдансаңыздар да болады. Таразы болмағандықтан көз мөлшермен 20 бөлікке кестім. Бөлікке кесіп болған соң қолыңызды шамалы майлап, күнбағыс майымен домалақтап, шар тәрізді етіп қойсаңыздар болады. Өте дәмді, балалар өте жақсы сүйсініп жейді. Жасауға кеңес беремін. Осылай домалатып қоясыздар. Енді мына жерде лағманның қамыры сияқты қылып созып, жаңағыдай барлық бөлігін біркелкі етіп, майдың көмегімен жақсылап осылай созып аламыз. Осылай жоғары көтеріп, төменнен жоғары қарай осылай өріп аламыз. Енді бізге жұмыртқаның жаңағыдай сарысы, одан шамалы сүт қостым. Біркелкі етіп араластырып, щетканың көмегімен, кисточканың көмегімен осылай бетіне жағып шықтым. Өте ерекше дәмді болады. Бетіне кез келген дән қолдансаңыздар болады. Асқабақ дәнін, күнжіт дәнін, немесе мак қолдансаңыздар болады. Мен осындай қара мак түрін